Базынасын айтқан бұқара таң атысымен есік алдына жиналды. Көпшіліктің шағымын тыңдауға үйге қызмет көрсетуші кооператив басшылығынан бастап, әкімдік мамандары мен халық қалаулылары да келді. Күрмеуі шешілмей жүрген басты мәселе судың жоқтығы. Әбден ашынған тұрғындар су қайда деп ай сайын қызметіне ақша алып тұрған пәтер иелері кооперативі басшысының жағасына жармасты. Үйдің ішінде бала бар, 6 бала бар, үйде тараған, үйде жарық бар, үйде. Не, біздің аузымыз жауып тұрды, қоя ғой деп. Сен бала істеп болдық, 5 айда бері үйде жатыр. Галина Юсунова 8-ші қабатта тұрады. Зейнеткер ара-тұра сыздықтап келетін суды үйдегі бос ыдыстарға жинап қоюға мәжбүр. Себебі тіршілік нәрі бір күн болса бірнеше күнге жоғалады. Ал су жинаған ыдыстары сарқылып қалса, сатып алып ішуге мәжбүр. Все емкости, тазы. Там на балконе у меня стоит. Вот емкость с водой стоит. Бұл бір ғана Галина Юсунованың пәтеріндегі жағдай емес. Бүтін бір үйдегі тіршілік осылай. Су тоқтаса барлығы да қас бәлеге қалады. Ас ішіп болған соң ыдыс аяқтарды, күнделікті кір киімдерді жуу тұрғындар үшін мұңға айналған. Бізге міне қыстан бері, январдан бері су жоқ бізде. Вообще су көрген жоқпыз. Судың атағын көрген жоқпыз. Кір жуа алмай отырық. Үйде балдар бар. Барамыз, мына жерге суға барамыз. Суда бізге қиын 20 теңге 1 литрі. Аламыз, бізде ода суда болмайды. Сол бізге барып айтсақ, бізде керекті жоқ дейді. Біз подвал деген мүмкін емес. Подвалды келіп қарап атсыңдар. Тіпті масқара айтатын. Үйімізде су көтерілмейді. Осы мына бір 2 үйді салғаны. Сосын қыста үй салқын болады. Бұл да мына новый үй салғаннан бері үйге ыстық келмейді. Отопление. Мына ремонт жоқ. Подъездеріміз шіріп жатыр. Тазалаймыз, өзіміз тазалаймыз, өзіміз жинаймыз, өзіміз не қыламыз. Қаламыз суды бұрына әкеліп, насос қойып берсеген құрғанда. Үйімізді суын келіп тұрса, жылуын келіп тұрса жақсы ғой. Судан бөлек басқа да проблемалар бар. Аула мен дәліздің тазалығына, жарықшамдардың жоқтығына, ойын алаңдарының ескіргеніне жауаптылар жауапсыздық танытты дейді шағымданушылар. Қызмет көрсетуші пәтер иелері кооперативінің басшысы кінә бізден емес деп ақталды. Жарылған құбырды жөндеп тұрмыз, майектен берілген суды беріп тұрмыз. Шамдар орнатылған тазалық жұмыстары уақытылы жасалған деп мәлімдеді. Кооператив басшысының да айтар өз уәжі бар. Кейбір тұрғындардың қызмет үшін төлемей жүрген қаржылары кей жұмыстардың тұралап қалуына себеп дейді. 27 дом адамдар бізге 5-ші жылға су жетпейді дейді. Ол мен түсінем бір жағынан. Ол давлениеге байланысты. Жабдана қарадық, 2 килограмм давление, 2-де 2 деді ғой ТВС. Барып көтерілдік, су бар 5-ші этажда. А егер ол давление бар 2 килограмм төмен түсіп кетсе, значит ол су жоқ. Высотный домдарда бар, ол жерде бар камера. Высотный дом насостар қойып жатыр. Қоятын жерлерде бар 27-ші микрорайон бойынша 21 высотный дом бар, 21 высотный домның бар, 18-не уже бар қойылды. Бәрін ететіне. Олар қоямыз деп жатыр. Дезинфекцияна бар, дом бойынша жайлап істеп жатырмыз. Үйдің айналасымен бар, аптасына бар, бір рет нетеміз. Кешеде барды, көрсетті. Адамдар бар, біреу айтады, келді тазалады дейді, біреу айтады, келген жоқ дейді. Сондай мәселе бар. Әкімдіктегілер мәселенің барлығын қағазға түртіп алды. Депутаттарда проблеманың бар екенін жасырмады. Алайда бұл шаруаның түйінін шешу үшін кезең-кезеңмен тиісті жұмыста жасалатын болады деді олар. Ал қызмет көрсету мекемесінің басшылығы қарызын төлемеген тұрғындардың қаражатын сот арқылы өндіріп алатынын айтты. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.